весьма завидует аппетиту и желудку. Достар, біз бүгін гоголь-моголь сусыны мен десертін дайындаймыз. Ол үшін екі-ақ ингредиент жеткілікті, нақтырақ айтсақ жұмыртқа мен қант. Орыс әдебиетінің классигі Николай Васильевич туралы естеліктерде оның гоголь-могольді жақсы көреді деп қалжыңдайтын туралы айтылады. Бірақ прозаик халық емі ретінде қолданылатын бұл сусынды өз ыңғайына қарай икемдеп өзгертіп алған. Мысалы, оған ешкі сүтін ағылшындар мәнерімен қайнатып қосып, үнемі қалтасында жүретін ромнан да құяды екен. Сонымен жұмыртқаны алып, сары уызын ақ уызынан ажыратамыз. Себебі біреуін десертке, екіншісін сусын жасауға пайдаланамыз. Алдымен сары уызға бір қасық қант қосып, 5 минут жақсылап араластырамыз. Бұл сусынды славян халықтары ежелден тұмауға ем ретінде қолданғандықтан, оған осы қасиетін арттыру мақсатында лимон шырынын және қабығын теркадан өткізіп қосуға болады. Бір қызығы, Николай Васильевич бойына біткен көптеген дарынмен қоса, қарапайым тұрмыстық дүниелерге де өте шебер болған деседі. Ол кесте тоқудан алдына жан салмайтын, киімінің сөгілген жерін өзі-ақ тігіп алатын. Классиктің заманында әдеби ортаның адамдары шағын отырыс ұйымдастыруды әдетке айналдырған. Сондай жиындарға Гогольдің дайындаған тағамын жеу үшін арнайы келетін адамдар да болған екен. Енді дайын болған сусынды өз қалауыңыз бойынша бетіне какао немесе корица ұнтағын сеуіп безендіріңіз. Десертті ақ уыздан жасаймыз. Ол әдемі әрі нәзік болып шығуы үшін қанттан гөрі қант ұнтағын қосқан дұрыс. Достар, бұл каналға әдеби шығармалар мен кино туындылардан алынған рецептілер салынатындықтан, олар тез әрі жеңіл жасалады, сондықтан тіркелу батырмасын басуға ұмытпаңыздар.